Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабаттулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Минус 35 градус аяз әлі сақталады. 16-18 желтоқсанға ауа райы болжамы жарияланды. Түнде ауа температурасы батыста 0-ден 10-ға дейін, солтүстік батыста, солтүстікте, орталықта, оңтүстікте және оңтүстік шығыста 5-15 аязға дейін біртіндеп жоғарылайды. Бірақ шығыста 22-35 градус аяз әлі де сақталады. Қазгидромет РМК 16-18 желтоқсанға ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Айқын.кз. Синоптиктердің хабарлауынша, осы апта бойы Қазақстанның барлық аумағында ашық және аяз ауа райын алып келген антициклон солтүстік шығысқа қарай жылжи бастайды. Осыған байланысты аяздың әлсіреуі күтіледі және солтүстік Атлантикада пайда болған циклон жасы республиканың батысына жылжи бастайды. Сол себептен жауын-шашын қар түрінде болжанады. Бұрқасын, көктайғақ және желдің күшеюі күтіледі. Содан кейін басқа аймақтарға жылжиды. Түнде ауа температурасы батыста 0-ден 10 аязға дейін, солтүстік батыста, солтүстікте, орталықта, оңтүстікте және оңтүстік шығыста 5-15 градусқа аяз біртіндеп жоғарылайды. Бірақ шығыста 22-35 градус аяз әлі де сақталады. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.